2026 жыл басталғанда зейнетақы мен жәрдемақылар 10%-ға көбейген болатын. Оған қуанғандар да, сынағандар да көп болды. Енді алдағы уақытта зейнетақы тағы да 5%-ға көбейетін болды. Ол қалай? Мұндай артықшылықтарға кімдер ие болмақ? Тақырып қызықтырса видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақстанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақылар 5%-ға көбейетін болады. Кімдердің төлемдері көбейетіні жақын арада белгілі болды. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы алушылардың бір бөлігінің төлемдері 5%-ға өсетін болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметінше, зейнетақы төлемдерін алғаш рет ала бастайтын азаматтар үшін ай сайынғы төлем мынандай тәртіппен есептеледі. Зейнетақы жинақтарының сомасы, зейнетақы жинақтарын төлеу мөлшерлемесі 6,5%-ға көбейтіліп, 12 айға бөлінеді. Кейінгі жылдары ай сайынғы төлем мөлшері зейнетақы төлемдерін индекстеу мөлшерлемесіне сәйкес 5%-ға арттырылатын болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін ай сайынғы зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің кемінде 70%-на тең. 2026 жылға ең төменгі күнкөріс деңгейі 50.851 теңге. Ал ай сайынғы зейнетақы төлемінің ең жоғарғы мөлшері шектелмейді, және ол алушының зейнетақы жинақтарының көлеміне тікелей байланысты делінген бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының берген мәліметінде. Әдістемеде төменде көрсетілген санаттарға жататын азаматтар үшін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу кезінде қолдануға болатын арттырушы түзету коэффициенттері көзделген. Мерзімсіз уақытқа белгіленген бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары жиынтығында кемінде 60 ай төленген және зейнеткерлік жасқа жеткен адамдар. Егер азамат жоғарыда көрсетілген екі талапқа бірдей сәйкес келсе, ең жоғарғы мәнге ие түзету коэффициенті қолданылатын болады. Осылайша зейнетақы төлемдерінің мөлшері тұрақты түрде аударылатын зейнетақы жарналары мен жинақталған инвестициялық кіріс есебінен қалыптасатын зейнетақы жинақтарының көлеміне тікелей тәуелді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдер жеке зейнетақы шотындағы қаражат толық таусылғанға дейін жүзеге асырылады. Жеке зейнетақы жинақтары салымшының меншігі болып табылатындықтан, олар азаматтық заңнамада белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылатын болады, делінген бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының хабарламасында. Сонымен биыл бірінші рет зейнеткерлікке шығатын зейнеткерлердің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін төлемақысы 5%-ға көбейетін болады.